ертеде бір мейірімді шал көлден ұстап алған киелі құсты аяп босатып жіберіпті. Риза болған құс, піс, дастарханым деп бұйырса, дәмді ас беретін сиқырлы сыйын ұсынады. Шалға берген екінші сыйы аузынан алтын шашатын киелі есек ет. Қуанышы қойнына сыймаған қарт үйіне қарай жол тартады. Жолда шал бір байдың үйіне қонады. Оның кереметін көрген сұғанақ байдың арам ойы оянып, түнде сиқырлы дастарханды ескі матамен ауыстырып қояды. Мұнымен қоймай, алтын шашатын киелі есекті де қолды қылып, орнына жай есекті байлап, бейшара шалды тақырға отырғызып жібереді. Үйіне келген шалдың мақтанышы су сепкендей басылды. Алданғанын біліп құсқа қайта барады. Бұл жолы құс оған «Бұр, тоқпақ» деген ерекше сый береді. Бұл тоқпақ әділдікті орнататын құрал еді. Байдың үйіне келген шал «Әй, ұр тоқпақ» деп бұйырды. Тоқпақ арамза байды аямай сабай жөнелді. Жаны шыға жаздаған бай барлық мүлікті қайтарып кешірім сұрайды. Солайша әділдік жеңіп, шал мен кемпір мұраттарына жетіп, бақытты өмір сүріпті.